Бізге сонда 99% дәрі сырттан келеді ғой. Қазақ ғылымын ағылшын тілі бір дамыта ма, көсегесін көгерте ме? Қазақ тілін ғылым тілін ретінде дамытуда артта қалмау керек. Жалпы осы мемлекеттік жоғарғы білім беретін оқу орындары менен жекеменшіктің айырмасы қандай? Сол студенттерді мәжбүрлеу, мерекелік шараларға қатыстыру, ол қажет па студентке, қажет емес па? Мысалға студенттер оған еркін ойын өзін білдіріп, мен қатыспаймын деп айтуға ондай болмайды. Қазір докторантураны қорғау бір қиын деген әңгіме естіп жатамыз. Бұл қаншалықты рас? Докторантураға түскенде де нағыз ғылымға келген түсініп келу керек та докторантураға түсірушілер. Көбінде бізге бизнестен келеді, сол атақ алып кетсем деп. Хищник журнал деген не ол? Хищник журнал деген ол мақалаларды ақшаға басып шығаратын журналдар. Аз ақша емес. Қазақстандағы өзі ғалымдар, докторанттар көбісі $1000, $2000 төлеп мақаласын шығарып қорғауға шыққан докторанттар өте көп. Қазір адам баласы уақытының көп бөлігін телефонға телмірумен өткізеді. Қалайсыз ба, қаламайсыз ба, қазір осындай жағдай болды. Бірақ та сіз әркімнің саяхаттағанын, тамақ ішкенін, немесе біреуменен пікір алмасып, айтысу, тартысудан гөрі керісінше осы алақандай ғана телефон арқылы табыс табуыңызға болады. Қалай? Ол үшін өзіміздің қазақ жігіттері ойлап шығарған қажет қосымшасы арқылы. Мысалы, біз Каспиді біреуге ақша беруге, біреуден ақша сұрауға ғана пайдаланамыз. Бірақ Каспиден де табыс табуға болады. Немесе жасанды интеллект. Қазір біз түрлі форматта подкасттар түсіреміз. Түрлі кинолар жүреді, театрдың қойылымдары болады. Бұның бәріне афишаны бұрынғыдай дизайнерге айтпай-ақ осы жасанды интеллект ChatGPT арқылы үйренуге болады. YouTube арқылы да пайда табуға болады. Instagram жүргізу, TikTok және сондай-ақ менің өзімнің 20 жылдық тәжірибемді практикалық жасаған істерім арқылы журналистика үйрететін өзімнің де осы қажет қосымшасында сабағым бар. Бір рет қана төлем жасап, бір жыл бойы қажет қосымшасындағы барлық сабақтарды ала аласыздар. Қажетпен бірге болыңыздар. Қажет шын мәнінде де барлығымызға қажетті. Бүгін 12 сәуір академик Қаныш Имантайұлы Сәтбаевтың туған күні және Қазақстандағы ғылым қызметкерлерінің күні. Осыған орай біздің студияда философия докторы, Алматы менеджмент университетінің оқытушысы, қауымдастырылған профессор Елмайра Оразғалиева. Елмайра, осы сұхбатқа дайындалу барысында сіздің ғылыми еңбектеріңізді оқуға ұмтылдым, бірақ мақалаларыңыз ағылшын тілінде. Жалпы осы қазақ ғылымын ағылшын тілі бір дамыта ма, көсегесін көгерте ме? Әрине, себебі қазіргі кезде бізде Scopus Web of Science деген ғылыми мақалалардың жарияланатын базасы бар. Ол жердегі базада 90%-дан астамы ағылшын тілінде жарияланады. Ол дегеніміз басқа да алпауыт елдердің ғалымдары сол ағылшын тілінде мақалаларын жариялайды деген сөз. Енді ғылым деген ол жаһандық процесс қой. Сондықтан ол жерде бір нәрсені зерттеп, оны жаңалыққа ашу үшін әлемдік деңгейде ұштасып зерттеу қажет. Сол себептен барлық жұмыс сол ағылшын тілінде, жаңашыл жұмыстар ағылшын тілінде мақалалар жарияланатын болғандықтан міндетті түрде ағылшын тілінде жұмыс жүргізіледі. Алайда біздің қазақ тілін ғылым тілін ретінде дамытуда артта қалмау керек. Ол үшін біздің отандық өзіміздің басылымдар бар. Білім және ғылым министрлігінің сапаны басқару комитетінің тізіміне кіретін журналдар бар. Сол журналдарда қазақ тілде, орыс тілде және ағылшын тілінде мақала жариялауға болады ғалымдарға. Сол өзіміздің отандық деңгейде сол журналдарда жұмыстарды қазақша жариялау мүмкіндігі бар.
соны біз жіберіп алмай, ғалымдар мысалға бір жолға қойған дұрыс деп есептеймін өзім. Бұл енді жаңа айтып отырсыз ғой, әлемдік процесс, ғылым ол тек өз қазанымызда қайнамау керек деген сықылды. Бірақ біздің ғалымдардың айналысып жатқан, жасап жатқан жаңалықтары ол бір шетелдіктердің тарапынан сұранысқа ие болып жатыр ма? Сол бәсекеге мысалы қаншалықты қабілетті болып жатыр? Енді бәсекеге қабілетсіз деп айта алмаймын. Әрине бізде қазіргі кезде статистикаға сүйенетін болсақ, қазақ ғалымдарының осы халықаралық базаларда мақала жариялауы көп мемлекеттерден алдыға кетіп қалды. Өте көп мақала жариялайды қазақ ғалымдары. Бірақ бұл жерде мәселе сапа мәселесінде. Дұрыс сұрақ қойдыңыз. Сапа төмен. Яғни сол мақалалардың сапасы төмен болғандықтан ол атақты, жақсы индекстелетін жаңағы журналдарда жариялануға мүмкіншілік аз болады. Сондықтан жаңағы бізде айтады енді хищник журналдар деп айтады оны. Сол журналдарға көбінесе жарияланғаннан кейін, бірақ оның өмірі ұзақ болмайды да, ондай мақалалар өзі бір уақытында сол журнал базадан шығып кеткен кезде, ол ғалымның да мақаласы сол журналдан базадан шығып кетеді. Сосын ол ғалымның репутациясына, жаңағы әлемге біздің қосқан ғылым үлесімізден ештеңе қалмайды, бір сөзбен айтқанда. Сондықтан ол өзімізге өзіміз қиянат жасауда, соны ғалымдар мақаланы жазғанда сапалы, зерттелген, ғылымның әлем ғылымына бір үлес қосатын, азғантай болса да үлес қосатын бір зерттеулерін басып шығару керек ондай базаларда. Енді мен өз мысалымды айтайыншы. Мысалға, менде бірден ғалым болып туған жоқпын ғой. Менде де о бастан мақалалар жасаған кезде бір қателіктер өтті. Сол мақалаларымыз базаға енгізілді, Scopus базасына. Ол баста ғылым жолын бастаған кезде. Одан кейін мен кейбір ғалымдармен, өзіміздің әріптестермен бірігіп мақала шығардық. Ол жерде мен өзімнің жұмысымды жасаймын, жаңағы мысалы талдаумен көмектесем, белгілі бір талдау жасап, бірақ ол мақаланы бас аяғы өзім журналға жіберіп, жаңа рецензиялаудан өткен жоқпын. Сондай мақалалар басылымға шығып кеткен кезінде. Сол мақалаларым менің жаңағы Scopus базасында менің портфолиомда тұрды осы күнге дейін. Оған басқа да ғалымдар сілтеме жасап, жаңағы біздің ғылыми мақалаға сілтеме жасаса, сол кезде біздің бір хирша деген көрсеткішіміз бар ол. Сол өсетті. Енді менің хиршам биыл сол 3 болыпты. Бірақ мен биыл Scopus дерек жаңағы базасына жазым, хат жібердім. Менің портфолиомнан осы бірнеше мақалаларды алып тастауыңызды өтінемін деп. Себебі оның ішінде бірнеше жаңағы сапасыз мақалалар кеткен, шыны керек. Ал енді неге мен оны істедім? Менің қазіргі хиршам бірге түсті. Ойлаңызшы, мысалға 8, 9, 10 жылдың арасындағы еңбектер, енді жасалынған жұмыс болды, бірақ ол мақала менің репутацияма зиян келтіретін мақала болды. Себебі оның ішінде хищник журналға кетіп қалған журналға басылған мақалалар болды, бір. Екіншісі жаңағы белгілі бір этикалық мәселелерді бұзған себебінен қайтарылған мақалалар болды. Бірақ ол жерде мен 5-ші автормын, 4-ші автор, менің кейбір әріптестерім естісе мүмкін ренжіп жатар, бірақ шындығы сол. Мен өзімнің ғылым ретінде репутациямды одан ары тек қана сапалы зерттеулерді басып шығару үшін мен сондай қадамға бардым. Мен хат жазып. Хищник журнал деген не ол? Хищник журнал деген ол мақалаларды ақшаға басып шығаратын журналдар. Аз ақша емес. Қазақстандағы өзі ғалымдар, докторанттар көбісі $1000, $2000 төлеп мақаласын шығарып қорғауға шыққан докторанттар өте көп. Міне сондай. Ол журналдардың жаңағы жарамсыз екенін қалай анықталады кейін? Осы өте жақсы мәселе. Осы мәселе әлі шешілген жоқ. Оны жарамсыз екенін анықтап шығатын бізде мемлекет тұрғысынан, министрлік тұрғысынан реттеуші құралдар жоқ. Оны ғалым өзі журналды тексеру керек, қарау керек, өте көп мақала қабылдай ма, ақылы түрде қабылдай ма. Үшінші мәселесі,
өзін өзі жаңағы сілтеме өзін өзі жасай ма? Көп сондай ғалымдар өзіне өзі сілтеме жасап мақала шығара береді, сонда жаңа хиршасы өсіп отырады. Демек бұл талапта да бәрібір жемқорлықтың бір ақша саудың бәрібір жолдары бар екен ғой бұл жерде де. Бар. Ол жаңағы Scopus болсын, Web of Science болсын, өте үлкен әлемдік базалар ғой. Көп журналдар мақала шығаратын. Бірақ олардың өзі де оны реттей алмай отыр. Scopus базасына кірген журналдар, оның ішінде хищник журналдар екен, Scopustың жаңағы басылым, Scopus жаңағы басылымы, баспанасы, оны да реттей алмай отыр ғой. Өйткені ол жерде кірген олар. Индекстеледі. Scopus'та отыр. Биыл отыр, мысалға. Докторант соны таңдайды, мақаласын басып шығарады. Ол даже докторант өзі жазып жақсы мақаласын жіберіп қоюы да мүмкін ол жаққа. Бірақ ол шығып кетеді. Ал осы Scopus'қа байланбаған мемлекеттер бар ма, ғылымды өз тілдерінде жазып жатқан? Мысалы, бұға дейін де қазақ ғылымы өз тілінде жазылды ғой. Иә, мысалға бізде қырғыздар мысалы. Жоқ, қырғыздарда бар. Қырғыздарда бар. Енді олардың мемлекеттік талаптары қандай, қорғауға шығу үшін ғалымдарға қоятын нақты талаптар қандай екен білмеймін. Нақты айта алмаймын, бірақ мысалға Испания мемлекетінде мен ғылыми тәжірибеден өтуге барған кезде, ол жақта оқып жатқан докторанттармен тілдестік қой бізде. Сол кезде олардың айтуында бізде талап жоқ. Докторлық жұмысымызды қорғап шығу үшін бізде мысалға кемінде 2 Scopus базасына немесе Web of Science базасына кіретін мақала жариялану керек деген шарт жоқ оларда. Оларда тек қана диссертациясын жазып шығу керек, белгілі бір диссертациялық жұмысының зерттеуінің нәтижелерін басылымдарда шығару керек, өздерінің отандық, локальдық журналдарында шығару керек деген талаптар бар. Мен мысалы филолог ретінде білем, гуманитарияда көп ғалымдар сілтеме бермей бір-бірінің еңбектерін пайдаланып жатады. Ал осы ағылшын тілі, мысалы осы ағылшын тілінде жасалып жатқан ғылым, осы шетелде жариялану жағы, осы жағын реттей ме сіздерде? Әрине реттейді. Бұл этика мәселесін көтеріп отырсыз ғой, ғылымдағы этика мәселесі. Бұл қазір өте жиі көтеріліп жатқан мәселе. Біріншіден менің айтайын дегенім өзімнің тәжірибеме сүйеніп. Негізі ғылымдағы этика ол адамның өзінен болу керек. Яғни ғалымның өзінен. Ғалым өзіне мен не жасасам да этикалық тұрғыда жасауым керек деген ұстаным қою керек. Ол өте маңызды. Ал енді мемлекет тарапынан қазіргі кезде бізде антиплагиаттық әртүрлі бағдарламалар көп. Мысалы, оның ішінде Турнитин, страйк плагиаризм, жаңағы антиплагиат.ру деген өте көп бағдарламалар бар. Сонымен кез келген мақала тексерістен өтеді плагиатқа. Енді әлемдік деңгейде ол 10-15%-дан аспау керек қой. Соған бізде де мақалалардың бәрі өтеді. Енді әлемдік жаңағы деңгейде сол базаларда мақала шығару жақсы журналдар болса, ол жерде ол міндетті түрде антиплагиатқа тексеріледі. Сонда сіз біреудің жұмысын алып, жаңа өзім жұмысым деп жаза алмайсыз. Одан бөлек плагиатқа тексеруден бөлек ол жерде мақала жаңағы рецензиядан өтеді. Әлемдік деңгейдегі ғалымдар мысалға рецензиялайды, оқиды сіздің мақалаңызды. Бас аяғы оқып, оның методологиясына, оның дұрыс этикалық тұрғыдан дұрыс жасалуына, зерттеу дизайныңыздың дұрыстығына, бірінші ақпараттың жиналуына, оның жаңашылдығына мән береді. Егер ол жоқ болса, олар сіздің мақалаңызды қайтарады, басылымға жібермейді. Сондықтан ол біз үшін міндетті түрде мүмкіндік сапалы зерттеу жасау үшін. Сіз Абай атындағы мемлекеттік педагогикалық университетте сабақ бердіңіз 10 жыл. Қазір Алматы менеджмент университеті, ел ішінде Алмаю деп айтып жатады. Жалпы осы мемлекеттік жоғарғы білім беретін оқу орындары менен жекеменшіктің айырмасы қандай? Енді айырмашылық бәрінің атқарып жатқан жұмысы бір ғой. Дегенмен жеке университеттер олардың енді жаңа пайда табуға
ниеті жоғарырақ болатын шығар. Себебі ұлттық университеттер, жаңағы біздегі мемлекеттік университет, олар министрлік тұрғысынан қаржыландырылады. Иә. Одан кейін көбінесе енді қағаз бастылық, жаңағы тағы қандай нәрселер, корпоративтік мәдениет деген нәрселер айырмашылық бар деп ойлаймын ол жағынан. Корпоративтік мәдениетте айырмашылық бар. Жеке университеттерде еркіндік басымырақ болады ол жерде. Өз ойыңызды еркін айта аласыз. Сіздің жаңағы бір идеяңыз болса, соны басшылықтың алдына оңай жеткізе аласыз. Кез келген уақытта кездесіп, оны талқылауға мүмкіндік бар. Ал енді мемлекеттік университеттерде ол өте қиын процестерден өтеді. Сондықтан осы жағынан бір айырмашылықтар бар деп ойлаймын. Бюрократиясы басым. Бюрократиясы басым, бір сөзбен айтқанда, иә. Ал студенттері енді мемлекеттік университеттерде былай қарасаңыз, қазақ тілді студенттер өте көп. Яғни бізде мысалға жеке университет, ол жерде бізде көбінесе орысша, ағылшынша топтарға студенттер көп келеді. Қазақ тобы өте аз. Біздің Алмайдың өзінде қазақ тобында балалар саны аз, студенттер саны, бірақ студенттер өте білімді, үш тілді, сондай. Ал енді мемлекеттік университеттерде студенттер, қазақ бөлімдеріне студенттер саны көп болады ғой. Енді ол университеттер үлкен ғой, дегенмен ол жақта студент саны да көп. Яғни үш бөлім де бар, үш бөлімде де студенттер саны көп болады. Және мен ойлаймын, енді ол жерде де студенттердің еркіндігі шығар. Себебі біздің Алмайүде кез келген іс-шара өтетін болса, мысалға біз студенттерді ол іс-шараға міндеттеп жібере алмаймыз. Студенттер бірінші сұрақ қояды: мен не үшін ол іс-шараға барам, ол іс-шара маған қандай пайдасы бар, тиімді болса, пайдасы болса, мен барып тыңдаймын деген сияқты. Және біз докторанттарды, магистранттарымызды ештеңеге мәжбүрлей алмаймыз. Енді мен ғой біраз уақыт болды мемлекеттік университеттен кеткеніме. 10 жыл істедім, кеткеніме бір 8 жылдан аса, 10 жылдай уақыт болды мемлекеттік университеттен кеткен. Бірақ бұрынғы кездегі студенттерді мәжбүрлеу, мерекелік шараларға қатыстыру, ол қажет па студентке, қажет емес па, мысалға студенттер оған еркін ойын өзін білдіріп, мен қатыспаймын деп айтуға ондай болмайтын. Жалпы енді аға буын өкілдері айтады, осы кеңес кезінде ғалымдардың есімі былай елге мәшһүр болды, танымал болды. Қазір басқаша. Әншілер, жаңағы спортшылар көп ел білет, аттарын, түрін танып жатады. Бүгін енді осы академик Асқар Жұмаділдаевты ғана көпшілік білетін шығар деп ойлаймын, біледі. Бұл ненің көрсеткіші деп ойлайсыз? Неге бір ғалым болу бір мода демей қояйық, бір көзге түспей ма? Жастар қызықпай ма? Жалпы ғылым тілі ол өте күрделі тіл деп қабылдап келдік қой осы уақытқа дейін. Неге сіз айтып жатсыз ғой Асқар Жұмаділдаев ағамызды? Ол кісі не айтса да, байқайсыз ба, қарапайым тілде жеткізеді. Кез келген адам, ол қызметкер болсын, ғалым болсын, жай адам болсын, ол кісінің айтқан сөзін тез қабылдап, тез ұғады, түсінеді. Сондықтан қазір бізде де ғалымдар өзінің жұмысын, зерттеу жұмысын, айтқан жаңағы сөзін барлығын қарапайым тілде жеткізуге үйрену керек. Яғни кез келген адамға ол түсінікті болатындай жазу керек. Менің өзімнің 2 докторантым бар. Қазіргі кезде мен сол докторанттарыма айтамын да, сіздер диссертациялық жұмысыңыз жазғанда бұл ғылыми жұмыс екен, мен ғылымдық стильден ауытқып кетпеуім керек деген ұстанымды қойыңыздар деймін да. Себебі сіздің ертең бұл жұмысыңызды, докторлық, кез келген адам оқып, осыған қызығып, осындай жұмыс бар екен ғой, яғни осындай мәселелер талқылапты ғой,
осындай шешімдер шығарылған екен ғой, пайдасы бар екен ғой деп түсіну керек. Кез келген қарапайым адам оқу керек. Яғни ол әлемде де қазіргі әлемдік деңгейде де сондай қойылған. Біз ол бұрынғы жаңағы совет несінен қалған жаңағы сипаттама ретінде жазу, күрделі ауырлы қылып жазуды сондай неден әлі кете алмай жатырмыз, бірақ оған ақырын келе жатырмыз. Сіз маркетологсыз, бәлкім ғалымдардың өзіне де бір маркетологтар керек шығар? Иә, әрине. Кез келген ақпарат дұрыс жеткізілу керек, қызықты жеткізілу керек қой енді. Сол үшін ол маркетолог қажет. Яғни қазіргі кезде ғалымдар өзінің self брендинг дейді, personal брендинг дейді. Яғни өзінің жеке брендін дұрыс ғалым ретінде дұрыс бере алу керек. Яғни ол үшін қандай енді айтып кетсек, қазір мысалға LinkedIn, иә, бар. Ол жерде ғалымдардың отырған, яғни әр саланың мамандар, эксперттері отырған площадка. Сол жерде тіркеліп, өзі туралы біраз ақпарат беріп, яғни қарапайым тілде өзінің жұмысымен таныстырып, өзін жеке ғалым ретінде дамытуды қолға алу қажет. Қазір докторантураны қорғау бір қиын деген әңгіме естіп жатамыз. Бұл қаншалықты рас? Иә, қиыншылықтар бар. Қарасаңыз, қазіргі кезде докторантураға түскен докторанттардың 100%-ның 50-60% ғана бітіріп шығады докторантураны. Өзі 3 жыл ғой. Бітіріп шығады, бірақ бітіргеннен кейін қорғап, жаңағы докторлық дәрежені алу керек қой, дәлелдеп оны. Оны алатындардың пайызы өте төмен. Жаңағы 50-60-тың ішіндегі қорғап шығатындар аз. Оның ішінде уақытында қорғап шығатындар аз. Бұл не қиын бұл жерде? Не проблема? Проблема, мысалға докторанттардың қазіргі кезде осы мақалаларын жариялауда, сен докторлық жұмысыңды қорғауға шығатын кезде, диссоветке, сенде міндетті түрде 2 сол жаңағы мен айтқан Scopus, Web of Science базаларына енетін, базаларға енетін журналдарда мақалаң шығу керек. Одан бөлек тағы өзіміздің отандық журналдарда мақала жариялау керек. Оны жариялап жасап жатыр біздің докторанттар. Бірақ көбінде сол докторанттарда сол зерттеуді жасап, зерттеу нәтижелерін жақсы, жаңа хищник журналдарға кірмейтін жақсы журналдарда әлемдік жариялану. Ол сол процессті өте ұзақ алады. Өйткені Scopusқа мақала жібергеннен кейін жариялануға дейінгі аралық 2-3 жылды қамтиды. Жазып жібересіз, оны қабылдау мүмкін, қабылдамау мүмкін. Рецензентке жіберсе, рецензенттің өзі біраз уақыт оқиды, сіз оны жөндейсіз, қайта жібересіз. Ол рецензент сіздің жөндеуіңізді қабылдап, ары қарай басылымға жіберсе жақсы, жібермей қайтару мүмкін. Қабылдамаймыз деп. Бұл жерде бір жағында сол докторантта сондай қиыншылықтар көп. Екінші жағынан бұл талап сапаға да келетін шығар. Бұдан кейін докторлық диссертациялар нәтижелер сапалы болады. Сол жақсы журналдарда басылып шыққанға дейін докторанттар жұмысын жақсылайды да, ары қарай соны жақсы жұмыс қорғап шығуға тырысады. Ол да сапа мәселесі көтеріледі. Ол енді министрлікте бекер жасамайды ғой оны. Бірақ көп докторанттардың айтатыны сол. Мақала жариялау өте қиын, ұзақ. Әлемдік рецензенттер кейде бізді мойындамауы мүмкін. Иә, біздің елден келген мақалаларды салға. Орта табысы бар мемлекеттердің кіреміз, сондықтан ол мемлекеттің ғалымдарының жаңағы несін қабылдамауы мүмкін, рецензенттер ондай да бар шығар мүмкін. Одан кейін зерттеу жүргізу қиын ғой, жалғыз докторант өзі зерттеу жүргізеді. Оның стипендиясы жеткіліксіз бола ма, болмай ма бір мәселе. Зерттеу үшін жүру керек. Қазақстан бойынша мысалы 2 мемлекет, 3 мемлекеттің арасында зерттеу жүргізетіндер бар. Оны мәліметті жинау үшін оны қалай жинайсыз? Сосын оны талдау қажет. Талдау үшін аналитикалық инструменттерге қол жетімді болу керек әртүрлі. Олардың бәрі ақылы. Оның барлық университетпен қамтамасыз етілсе жақсы. Кейбір университеттерде жоқ. Докторант сол орталықта қалып, жаңағы өзі жалғыз сол мәселемен қалып қалмау керек та. Бұл жерде жетекшілер, университет жағдай жасау керек. Тағы бір
айтып жатқаныңыз жаңағы докторанттардың докторантураға түскенде де нағыз ғылымға келген түсініп келу керек докторантураға түсірушілер. Көбінде бізге бизнестен келеді, сол атақ алып кетсем деп. Докторантураға келетін көбісі сол PhD дәрежесін алып, әйтеуір бір жарап қалар деген сияқты оймен келеді ғой. Келеді, ондайларды сол емтихан тапсыратын кезде біз тазалауымыз керек іріктеуіміз керек, жақсы іріктеуден өту керек. Бірақ сондай іріктеуден өтпей көп докторантураға келгендер аяғына дейін бармайды, себебі докторантура қиын. Ол жерде сізде оған потенциал болу керек. Біліммен, ғылыммен айналысуға, оны сүюіңіз керек. Ал бизнестен келгендерді ол аса оған қызығушылығы болмағаннан кейін ауыр көрінеді, қиын көреді, соны жолдан тастап кетеді докторантураны ары қарай. Сондықтан докторантураға өзі азырақ грант бөлінеді Қазақстанда. Мысалға маркетингтің өзіне Қазақстан бойынша 2-3 грант бөлінеді жылына. Сонда сол 2-3 гранттың екеуіне сондай өзін не үшін келіп жатқан, ғылыммен айналысуға құлшынысы жоқ адам келіп, түсіп, оны жарты жолда тастап, оқып бітірмей кетіп қалса, онда не болды? Сондықтан докторантураға келушілердің көбісі осы өзінің призваниесі екен, өзіне керек, өзінің сүйіп айналысатын жаңағы бағыты болатынына көзі жетіп келген дұрыс та, ғылыммен айналысамын, ғалым боламын деп бір тілде айтқанда. Сіз Алматы менеджмент университетінің жаңағы маркетинг мектебі, жоқ, менеджмент мектебі, соның ішінде маркетинг оқу бағдарламасы бізде. Маркетинг деген жалпы өзі не? Мысалы, қазір көп әлеуметтік желі дамығаннан кейін осы сөз көп айтылады. Жаңағы маркетинг жүргізіп берейін, товарымды сатып жіберейін. Бұл не мысалы осы? Қараңыз, қазіргі кезде екінің бірі маркетинг қазір жүргізеді. Дұрыс айтасыз. Қазіргі кезде маркетингті барлық кез келген қарапайым адам оны тек қана жарнама деп қабылдайды. Тек қана жарнамалау деп. Бірақ ол олай емес. Маркетинг бұл дегеніміз тұтынушының мінез құлқын зерттеу, психологиясын қарау, одан бөлек стратегияны білу, коммуникация қалай жасалынады, коммуникацияның қандай құралдары бар, және ол құрал қай салада қалай қолданылады деген нәрсе бар да маркетингтің ішінде. Яғни Игорь Манн, Ресейдің маркетологы, өте көп басылымдарда жаңағы өзінің жұмыстарын бөліседі, кітаптары бар. Сол айтады ғой, мысалға маркетинг ол Котлер маркетингтің атасы жалпы Котлер өзінің кітабында жазған маркетинг микс деген нәрсені берген, яғни маркетингтік кешен деп берген. Ол кешен жалпы қазіргі кезде 12-18 пиға дейін жетті, өзі пи деп белгілейді, ол ағылшын сөздерінің бас әрпінен аббревиатурасынан алынған. Енді біз соның ең қарапайым кешені жаңағы маркетинг кешендегі 4 көрсеткішке тоқталса, ол продукт, жаңағы товар, прайс, бағасы, place, сату орны, место дейді ғой, және промоушн, жылжыту. Осы 4 кешенді қамтамасыз ететін 4 өзінің құралы бар. Осы 4 құралдан тұрады дейді. Ол сонда анау товардан нарыққа шығуынан бастап оның аты, тарихы, шығу тарихы, оның логотипі, яғни товардың оның ішінде сапасы бар, товарының ассортименті бар, қандай болады, кімге арналады. Сондай үлкен философия жатыр. Әр тармағында сонда Игорь Манн айтады. Бұл маркетинг деген жаңағы маркетинг кешенсіз мүмкін емес, ал кешен ол орындықтың 4 аяғы сияқты дейді. Жаңағы бір аяғы жоқ болса, яғни егер біз товарды алып, оның бағасын зерттеп, бағасына лайықты маркетингтік білімді пайдаланып, стратегия қолданбасақ, оның жаңағы сатылуына байланысты стратегияны қолданбасақ, жылжытуына байланысты стратегияны кешенді түрде қолданбасақ, ол бір аяғы орындықтың болмаса тұрмайды, орындық сол сияқты ол да тұрмайды. Яғни ол жүзеге аспайды. Дұрыс маркетинг жаңа солай жасалынады. Ал енді қазіргі кездегі бізде маркетинг жасалынып жатқан әлеуметтік желіде, жалпы біздің Қазақстанда көбі неге байланған? Сол бір пиға ғана байланған. Ол промоушн, жаңағы жылжыту. Жылжытуның ішінде сол жарнама отыр ғой. Яғни
негізі Қазақстанға маркетинг енді келген кезде маркетинг ұғымы пайда болған кезде анау ол 1995 жылдарда енді пайда болды ғой. Сол кезде маркетингті алып сату деп, бұл коммерция алып сату деп қабылдайтын ғой. Енді одан келі маркетинг Қазақстанда өте жақсы дамып келе жатыр. Бірақ жаңағы кәсіби түрде емес. Көбінде қазіргі кезде мынау инфо-цыганство айтып жатыр ғой, енді әлеуметтік желіде блогерлар дейді. Оның бәрі тек қана жылжытуға бағытталған нәрселер. Ал енді маркетингке жаңағы кәдімгідей маркетингтік тұрғыдан философия ретінде қарайтын болса, ол үлкен ғылым бөлек. Оның бәрін енді Қазақстандағы үлкен компаниялар кәдімгідей қолданады оның бәрін. Мысалы, нақты мысалмен айтып беріңізші. Қандай тиімділіктері бар мысалы? Маркетингтің? Ең бірінші маркетингті бұл жерде де зерттеу. Маркетинг ол зерттеуден басталады. Зерттеуден бастау керек, не нәрсені болса да. Жарнама жасайтын болсаңыз да, сіз біраз сол жарнамаға қатысты зерттеу жұмысын жүргізуіңіз керек. Ол үшін сіз бірінші өзіңіздің тұтынушыңызды білуіңіз керек, оны зерттеуіңіз керек. Кім тұтынушыңыз, нені қалайды? Ол сіздің тұтынушыңызға қажет па сіздің тауарыңыз, оның психологиясын. Одан кейін яғни біздің басқа да факторлардың әсер етуін, оны да зерттеу керек. Яғни ол зерттеумен байланысты бірінші. Одан кейін құралдарды пайдалану. Нарықты зерттеу керек. Аз ақшамен үлкен пайдаға. Минималды түрде шығын шығару арқылы үлкен пайдаға кенелу. Ол кез келген компанияның мақсаты сол ғой. Шығындарын оңтайландырып, жаңағы пайданы жоғарылатуды көздейді кез келген компания. Маркетинг жасауға осы пейілді ма бізде адамдар мысалы? Мен айтып жатырмын ғой, бізде Қазақстандағы ірі компаниялар, олар қазіргі кезде өздерінде маркетинг бөлімдері жұмыс жасайды, арнайы маркетолог мамандар, ол маркетолог мамандардың өзі тек қана бір маркетолог емес, бірнеше түрге бөлінеді. Ол пиары өзі бөлек, пиар маманы бөлек болады. Яғни сосын маркетолог аналитик дейді, талдаушы, ол өзі бөлек болады. Сол жаңағы нарықты зерттейтін, тұтынушылардың мінез-құлқын зерттейтін. Сосын жылжытумен айналысатын, мысалға әлеуметтік, SMM деп айтып жатыр ғой, мына барлығы білетін тілде. Соны жүргізетін маркетолог ол бөлек болады. Сосын кейін стратегияны жасайтын маркетологтар бөлек болады компанияларда. Яғни ол маркетинг бөлімінде қазір сол мамандардың бәрі бар. Біздің Қазақстанда үлкен компания. Ал енді орта шағын бизнес, әрине орта шағын бизнес маркетингті қазір сол тек қана жарнама жылжытумен шектеліп келе жатыр қазіргі кезде. Мысалы, сіз өзіңіздің кішігірім бизнесіңіз де бар, жаңағы кір жуу, жаңағы химиялық тазалау дейтін. Мысалы, осы теорияны практикада пайдаланып жатсыз өзіңіз? Пайдаланып жатырмын. Бірінші, қалай осы бизнесқа кірместен бұрын, мен бірінші нарықты зерттедім, яғни менің бизнесімді жаңағы бастайтын помещение қай ауданда орналасқан ғимарат. Ол ауданда қанша халық тұрады, қанша жаңағы сондай тазалау орталықтары бар деген элементарлық сондай көрсеткіштер бойынша талдау жасалынды, мен өзім жасадым оны. Одан кейін тұтынушылардың төлем қабілеттілігі қандай, статусы қандай ол ауданда тұратын. Яғни сондай мәселелерге көңіл бөлінеді бірінші. Екінші, көзім жеткеннен кейін барып, ол уже менің енді бұл қызмет көрсету саласы ғой, бізде қызмет. Яғни бұл жерде біз компанияның атауын, яғни оның атауының өзінде де бір мағына болу керек та, кез келген атты қою. Оған да мән беріледі. Яғни сол оның да концепциясын жаздық. Яғни аталуына, оның логотипі қандай болады, қандай түстерде болады. Мысалға бізде логотип көкшіл түсте. Енді ол мысалға психотипке қарайтын болсақ, көкшіл түс ол тазалықтың, адамдардың санасында тазалықпен. Яғни сонда логотипті де біз сол түстердің маңайында орналастырып концепциясын солай жасадық деген сияқты. Сондай мәселелерге көңіл бөлінеді.
Одан бөлек енді уже қызметті бастап кеткеннен кейін бізде жылжытуға да көңіл бөлдік қой. Сонда жылжытудың әртүрлі инструменттерін, құралдарын пайдаланып көрдік. Оның ішінде таргет те бар, тугиста жарнамалау. Сол қайсы бізге тиімді деген сияқты зерттеулерді жасап оған ақша төлеп жатырмыз. Ал кейбір компаниялар бар, кейбір кәсіпкерлер деп айтайыншы, компания емес. Кәсіпкерлер Қазақстанда қалай жасайды? Қасымызда да алысқа бармайын, біздің қасымызда да кафе ашқан көршілеріміз бар, Олар өздері арендада отырады. Ақша көп салынған. Бірақ бизнес жүрмейді деп, мысалға, енді көрші болғаннан кейін әңгімесін айтады. Ал менде мамандығым сол болғаннан кейін мен айтамын, сіз о баста зерттеу жасамадыңыз ба? Қасыңызда қанша кафе тұрғанын қарамадыңыз ба? Қанша халық бар? Қанша бұған бюджет қажет, сізге капитал қажет о баста? Ештеңені зерттемей кіріп кететін кәсіпкерлер көпті. Соңында жаңағы шығын көп, жабылуға тура келіп жатады. Ол да енді жалпы сауаттылықты көтеру керек. Сіз жаңа әңгімеміздің барысында айттық қой, ғылыммен айналысумен қатар сабақ бересіз. Осы екеуі бір-біріне бір кері әсер етпей ма? Өте орынды сұрақ. Мен қазір сабақ өте аз берем. Оған Алматы менеджмент университетінде бізге жағдай жасалынған. Мен жалпы қазіргі кезде қызметім зерттеуші. Бізде зерттеушілерге минималды ставка беріледі. Себебі қалған уақытта біз зерттеу жұмысымен айналысуымыз керек. Министрліктен берілетін әртүрлі гранттық қаржыландыруларға сәйкес жобалар жасауымыз керек. Сол жұмыспен көп айналысам. Сондықтан менде қазір сағат аз. Бірақ өзімнің жұмысымды, карьерамды бастаған кезде 10 жыл қатар біз студенттермен көп жұмыс істедік. Қазіргі кезде мен бірақ сабақ берем, ол нейромаркетинг. Қазіргі кезде маркетингтің жаңа тармағы, жаңа саласы Қазақстанда дамып келе жатқан. Бізде Қазақстанда, Орталық Азияда бірінші лаборатория осы Алматы менеджмент университетінде ашылған, нейромаркетинг және нейроменеджмент лабораториясы деп аталады. Сол лабораторияда ғылыми қызметкермін. Сондықтан сол бір ғана сабақ, сол нейромаркетингті жүргіземін студенттермен, сол өзіміздің нақты зерттеуімізде жасалып жатқан нәтижелерімізбен бөлісіп, жаңағы өзіміздің практикалық тәжірибемізді деп студенттермен бөлісеміз. Содан бөлек менде магистранттар, докторанттар, жетекшілік қазіргі кезде. Енді мен ғылыммен көп айналысқаннан кейін сол магистранттармен, докторанттармен көбінесе жетекшілік жұмыстарын жүргізем. Сол жағынан аса қиын емес. Бірақ бізде Қазақстанда оқытушылықпен, сосын мақала жазу, ғылыми жұмыспен де қосымша айналысып жатқан оқытушылар өте көп. Ол өте ауыр, өте қиын. Оны әр университет өзі қадағалау керек, соған жағдай жасау керек. Яғни егер сіз оқытушыңызды ғылыми позицияға көшірсеңіз, сағатын азайту керек. Бірақ біз білеміз, көп университеттерде ол жұмыс жасамай жатады. Ол жерде оқытушылардан сабақты да беру талап етіледі. Және онымен қатар мақаланы да жазыңыз. Мақала жазбасаңыз, KPI қойып қояды. Мақала жазуыңыз керек дейді. Ал бір мақала жазу үшін сіз 1 жыл кемінде зерттеу жүргізуіңіз керек. Соның нәтижесін мақалада жазасыз ғой. Ол үлкен жұмыс. Оқытушының оқытудан бөлек студенттерден үйренетін дүниесі бар ма? Өте көп. Өте көп, себебі қазіргі кезде біздің студенттеріміз ол жастар ғой. Бізде қазір цифрлық дәуір, цифрлық құралдарын дамып келе жатқан заманы. Сондықтан кейде бізде студенттерден элементарды түрде сол жаңа бір құралдардың кейбір оңай, тез жолдарын олар біліп жатады. Соны үйренеміз. Одан мен енді өзімнің тәжірибемде айтайын. Студенттерден бөлек менде докторанттарым бар ғой. Мен өз докторанттарыммен жұмыс жасаған кезде мендегі бэкграунд, мендегі білім
теориялық тұрғыда, ғылымның дұрыс дизайн жасау тұрғыда мен бере алсам, бірақ мен де үздіксіз дамып отырам, бірақ кей кезде олар менен бөлек сол талдау жасайтын құралдарды өте көп біліп отырады. Сонымен келіп бөліседі, маған айтады. Осындай жаңа құрал бар екен, жаңа платформа бар екен. Осындай зерттеуді осы талдау құралын қолдана аламыз деп келіп ұсыныс жасап жатады. Мен оған өте қуанамын, бірге үйренемін олардан. Біздің кезімізде, мен өзім докторант болған кезде, біздің жетекшілеріміз оны өте қиын қабылдайтын. Докторант менен артық білмейді, біле алмайды, мен доктормын деген сияқты ұстанымда болатын да ол кезде жетекшілер. Сол тарапынан сәл қиындау болатын. Бізде мәселелер де туындап жататын ғылыми жетекшілерімізбен. Бірақ мен үшін ол өте бір қиын нәрсе емес. Мен керісінше олардан үйренуге дайынмын қазіргі кезде, өз докторанттарымнан, магистранттарымнан үйренуге дайынмын. Мектептегі сабақ бар, университеттегі сабақ бар. Ал осы өмірдегі ең үлкен сабақ не деп ойлайсыз? Өмірдегі ең үлкен сабағым бұл менің үздіксіз даму, үздіксіз білім алу болды. Себебі біз дамуды тоқтатқан күні ары қарай мақсат жоқ, бір қоғамға пайдаң жоқ сияқты көрінеді мен үшін, менің өзімнің. Сондықтан қай жерде болса да, жаңа мектеп кезінде де, мынау қазіргі жұмыс жасап жатқан болсын, ары қарай өзімнің жеке тұлға ретінде дамуым болса да, сол менің байқағаным үздіксіз білім алу, дамуды тоқтатпау, сол Үлкен сабақ. Сабақ мен үшін. Рахмет, келгеніңізге, сұхбатыңызға рахмет. Сізге де рахмет. Жақсы күндеріңіз көп болсын.